Ағылшын тілінде сөздер үйрену 8-ші сабақ. Осы сабақта біз жабайы жануарларға және құстарға байланысты 30 жаңа сөзбен танысатын боламыз. Сонымен бастадық. Бірінші сөз wild animals, жабайы жануарлар. Animals сөзі бізге алдыңғы сабақтан таныс, ал wild деген жабайы дегенді білдіреді. Келесі сөз lion, арыстан. Tiger, жолбарыс. Monkey, маймыл. Elephant, піл. Ал қасқырды wolf деп айтайды. Fox, түлкі. Zebra, зебра. Bear, аю. Ал кенгуруды kangaroo дейді. Deer, бұғы. Giraffe, жираф. Crocodile, қолтырауын. Frog, бақа. Squirrel, тиін. Turtle, тасбақа. Ant, құмырсқа. Butterfly, көбелек. Spider, өрмекші. Dolphin, дельфин. Ал акуланы shark дейді. Whale, кит. Penguin, пингвин. Ал құстарды bird деп атайды. Sparrow, торғай. Crow, қарға. Peacock, тауыс. Swan, аққу. Eagle, бүркіт. Ал үкіні жапалақты owl деп айтады. Сонымен біз осы сабақта жабайы жануарларға, құстарға, кейбір жәндіктерге байланысты 30 жаңа сөзбен таныстық, олардың оқылу транскрипциясымен таныстық және аудармасын үйрендік.